Саламатсыздарбы, құрметті студенттер және оқырмандар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз волейбол ойыны және оның ережелері, пәні дене тәрбиесі. Мамандығы негізгі орта білім, оқытушы Исанов Айзхан Сабитович. Сабақтың мақсаты волейбол ойынының шығу тарихы туралы таныстыру, волейбол ойынының пайдасын, маңыздылығын аша отырып оқушылардың білімін дамыту, спорттық ойындарды, соның ішіндегі волейбол ойынını сүйуге тәрбиелеу. Волейболдың шығу тарихы. Волейбол ойыны ең алғашқы Американың Массачусетс штатының Холлиоке қаласында дүниеге келген. Американың дене тәрбиесі мұғалімі Уильям Морген көрулі тұрған балық аулайтын тордан үрленген резинка камераны келесі жағына лақтырып шәкірттеріне береді. Шәкірттері камераны қайта кері лақтырып жерге түсірмей ойнай бастайды. Осы ойын оларды қызықтыра түседі. Осылайша волейбол ойыны пайда болады. Оның тұсаусын кескен Спрингфилд колледжінің профессоры Альфред Холстед ол жаңа ойынды волейбол деп атайды. Бұл ағылшын тілінен аударылғанда ұшқан доп деген мағынаны білдіреді. Шынымен де бұл допты жерге түсірмей ойнайтын спорттың ең ерекше жалғыз түрі. Ойын шарты. Ауданы 18-ге 9 метр болған алаңда әрқайсысы 6 адамнан 2 команда бөліп ойналады. Волейбол ойыны добы шеңберінің ұзындығы 65-67 сантиметр, салмағы есе 260-280 грамды құрайды. Алаң 9-9 болып 2 шаршыға бөлінеді. Ортасынан ені 1 метр болатын тор 2-24 қыз балдарға, 2-43 ұл балдарға биіктікке көтеріледі. Ұтқан әр сәт үшін ұпай жазылады. Партия 25 ұпай алғанша созыла береді. Егер есеп 24-24 болған жағдайда, бір команда 2 ұпай озғанша ойын созыла береді. 3 партияны ұтқан команда жеңіске жетті деп есептелінеді. 3-0 немесе 3-2 шек қойылмайды. 20 ғасырдың басында көптеген елдерде белгілі болды. Ойын техникасы: шабуылдау, құлау, қабылдау, кері қайтару, доп берілуі, допты ойынға қосу, тосқауыл қою болып бөлінеді. Допты ойынға қосу. Волейбол ойыны ал дегеннен ойын допты ойынға қосудан басталады. Шабуыл есебіне жататын. Мұның әдістік орындалуы мұндай: допты ойынға қосу кезегі келген волейболшы шабуыл жасайтын алаңның шетіндегі орында тұрып, бір қолмен допты жоғары көтеріп, екінші алаңға қарай соғады. Орындалу жағынан бұл екпінді кезделген, қалықтаған болып бөлінеді. Екпінмен соғудың мақсаты қарсы жақтың допты қабылдауын қиындатып, қателестіріп өз командасына ұпай әперу. Кезделген соққының мақсаты допты қарсы жақтың әлсіз ойыншысына немесе нашар қорғалған тұсқа саңылау тауып жіберу. Қалықтап ұшу кезінде доп айналып ұшпайды және жолының кез келген бөлігінде өзінің бағытын өзгертіп жібере алады. Допты жоғарыдан 2 қолмен беру техникасы. Допты беру барысында бастапқы жағдайда содан соң қол мен аяқты бүгіп тұруға үлгеру қажет. Допты саусақтың ұшымен ұстау допқа дұрыс бағыт жасауға мүмкіндік береді. Қолдың доппен кездесуі беттен сәл алда болады. Доптың алақанмен ұруға болмайды. Бұл ойын тәртібін бұзушылық және ойлаған нысанаға жетпеуі мүмкін. Допты 2 қолмен төменден беру техникасы. Допты беру қолдың көмегімен орындалу керек. Қолдар бірдей түпкілікті жағдайда болуы тиіс. Бір қашықтықтан кішкене көтерілуі допты ұшу бағытын өзгертеді. Тосқауыл жасау. Тосқауыл жасау тордың үстіңгі жағынан допты ұшқан жолын тосып қорғанудың ең тиімді әдісі. Бұл арада шабуылдаушы допты соққанша допқа түсуге болмайды. Кейде тосқауылды бір адам, кейде бірнеше ойыншы болып жасайды. Тосқауыл жасаудағы табыс: дәл кезіндегі секіріп қарсы жақтан ұшқан допты дер кезінде алуға тікелей байланысты. Сонымен қатар түрлі жағдайда ұшып келе жатқан допты қабылдау кезінде ойыншы құлап бара жатып қабылдайды.
Oyun tәсілі волейболды ойын тәсілі өте көп, және оның басты мақсаты тек қана жеңіске жету. Бар тәсіл шабуыл жасау мен қорғанудан ғана тұрады, және олардың орындалуы бір-бірлеріне ұқсамайды. Тәсіл жасау ойын әдістерімен қалай меңгеруге тікелей байланысты. Мысалы, допты ойынға қосқан кезде оны қабылдау әдісін жақсы меңгерген ойыншыға жіберген дұрыс. Ал допты қабылдайтын кезде өзінің күшті және әлсіз жақтарын салыстыра отырып, өзіндік тәсіл қолданады. Міне осылайша команда